Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өзімнің балық қору әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қабығы ашылған, жақсылап тазаланған балықты аламыз. Яғни мендегі балықтың аты толстолобик деп аталады. Қысқаша мәлімет айтып кетейін. Бұл балық жалпы теңіздерде қоректенетін балық, өте ірі, бұлардың салмақтары 40 килоға дейін тартады. Көріп тұрғандарыңыздай балық өте семіз және жуан. Бұлардың ішкі бөліктерінің барлығы байқасаңыздар ірі болып келеді, жалпақ болып келеді. Сондықтан да мен осылай пышақпенен тіліп, жуан жерлерін, яғни жақсылап қуырылуы үшін және тұзды жақсы сіңіруі үшін осылай тіліп аламын. Енді осы тілінген балықтардың арасына жақсылап тұрып, тұздарды себелеп шығамыз. Жалпы балыққа тұзды өте көп сеу және тұзға өте көп қоюдың қажеті жоқ. Өйткені балық тұзды өте тез сіңіріп алады. Сондықтан да 10-15 минут қойса жеткілікті. Енді осы балықтарды қазір қуыратын боламыз. Ол үшін ең алдымен біз кляр дайындап аламыз, яғни салма дайындаймыз. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа және қасықтың ұшымен ғана, яғни өз қалауыңыз бойынша тұз қосасыз. Және 1 стакан су қосамыз және 5 ас қасық ұн қосып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Енді осы массамызды жақсылап араластырамыз, яғни арасында ешқандай іртік, ешқандай ұн қалып қалмас үшін өте мұқият араластыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай бізде масса пайда болды. Енді осы массамызға балығымызды аунатып аламыз да, қызып тұрған майға екі жағы қызарғанша жақсылап тұрып балығымызды қуырып аламыз. Мен жалпы осы әдіс бойынша қуырамын балықты. Сіздерге де осы әдісті ұсынамын. Сіздер де осылай қуырып көріңіздер. Міне екі жағы қызарғанша осылай жақсылап қуырып алатын боламыз. Жалпы адам балықты аптасына 1 рет тұтынып тұруы керек. Өйткені балықта көптеген витаминдер бар екенін мен айтпасам да сіздер білесіздер. Міне менің балығым осылай шықты. Сіздерге де кеңес беремін, осылай қуырып көрулеріңізге болады, яғни. Назарларыңызға рахмет.